Саламатсыздар ма, достар? Қалай жағдайларыңыз? Жақсысыздар ма? Мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Құдай қаласа асханамды реттеп, кішігірім ремонт жасағым келіп отыр. Эмульсия алаймын. Қазір барлық асхананың дастарханның алдын, бетін, терезенің алдын барлығын тазартып, босатып жатырмын. Содан кейін эмульсия алаймын. Бірге болыңыздар. Күн жылыды, кішкене ремонт жасап, қатты үлкен ремонт болмаса да, кішігірім эмульсиялап қойғым келді, бір өзгеріс болсын деп. Тазарып қалады, иісі өзгереді, жақсы жарық болып қалады. Міне көріп отырғандарыңыздай дастарханның бетін босаттым, барлығын тазартып, көп видеоны қарап отырсам байқағаным, қалған құтқанның барлығын жей береді екенмін. Жаңа макси чай, кіші баламнан қалған макси чайды да ішіп қойып жатырмын. Қызық, өзім сырттан бақыласам қызық екен. Дастарханды сүртіп, кептіріп қойдым. Бетін астында бұрынғы дастархан жатыр екен, уже жыртылған. Оны да пайдаланып, бетін эмульсия тимес үшін бетіне жайып қойдым. Қызым эмульсияға келіп жатыр, сосын осы эмульсияны дастарханның үстіне қойдым. Қазір ыдысты жуып тастаймыз, тездетіп. Ыдыстарды жуып болған соң терезенің алдын жинастырамын. Мынандай үлкен ыдыстардың барлығын тез жуып, сразу шайып, сөйтіп салып тастаймын орындарына. Көріп отырғандарыңыздай орын жоқ, көп орын. Қасық вилкілердің барлығын жуып, тазартып, мантоваркаға не істегенбіз бізде Қызылордада, білмеймін басқа қалаларда бар ма екен, жоқ па екен, гамбургер деген болады, лепешканың ішіне жаңағы сосисканы салып, морковный салат салат, кетчуп салат, сөйтіп өйстіп мантоваркаге ысытып гамбургер деп айтамыз. Бұрын біз колледжде оқып жүрген кезде 60 теңге сондай түгін, қазір енді 120 сондай болып кеткен, қымбаттап. Сондай гамбургерді сағынып кейде сөйтіп жейміз, үйде жасап. Сол мантоваркаға істегенбіз ғой. Қатты май емес, не емес, қазір бір шайып орнына қойып қоям мантоварканы. Мінекей тазарып қалды. Ыдыс жуып, бәрі орнына қойсаң, рахаттанып қаласың ғой. Мына жерде фейрилардың барлығын алып тастадым. Міне қазір дастарханымды бүктеп, салып тастаймын. Содан кейін көріп тұрсыздар ма, шкафтың ішінде не болып тұр, бардак болып тұр. Құдай қаласа келесі видеоларда осыған организация жасап, бәрін көрінетін қылып әдемілеп қою керек. Мантоварканы орнына алып кеттім. Менде лоджияда тұрады үлкен, тегеш, мантоварка дегендер. Содан кейін чайниктердің барлығын салып тастадым. Балама айтқам, орындықтардың барлығын шығаршы деп, орындықтарды шығарып жатыр. Мамам берген подносы, мамамның артынан келген поднос қой. Әдемі, өзі қанша жыл негізі
Совет одағының заттары мықты болады ғой. Қанша жылдан бері әлі түрін бермейді. Мен пайдаланам. Соғын барлығын ішіп тауыстым. Қазір байқасаңыздар, мына жерде кекс болады. О кексті де жеп қоям. Кішкентай қалған кексті. Обалсынып. Негізі бұрында жаңағы үйреткен ғой бізді. Обал болады, жеп қой, жаманнан жарты қасыққа артық, жаманнан жарты қасық қалады деп. Сонымен барлығын тауысып до конца жейміз ғой. Қанша не қылмайын десем де, жемейін десем де, обалсынып тұрам. Чайниктерімді салып қояйын орнына. Сүртіп, әдемлеп. Міне өзім күліп қоям еще. Жеп қойдым, тауысып қойдым кішкентай кексті. Тазарттым. Мына жерде газдың үстінде, холодильниктің қасында тұрған суреттерді де қазір алып тастаймын. Газдың бетін бір сүртіп шықтым. Тазарып қалды. Кәдімгідей сурет алғаннан кейін бос болып қалған сияқты ма? Кішкене жинақылау болады екен ана жер. Разноцветный болып, түрлі түсті болып тұрған соң. Так, қазір енді мына жағын. Мынау стульчикке қазір балам 7-ге толады. 7 жыл болып қалды ма? 7 жыл болды. Түрін бермейді, өзі мықты стульчик екен, орындық, тамақ ішетін. Оны былайда жинаймын ғой деп құрсыншы дедім, өйстіп жинай салдым. Енді бұны көтеріп шығарайын десем, мына қыз тұрып алған. Былай өт десем, өтпейді. Сонымен көтеріп былай атта өтті. Мен не істеймін? Анау қазір суға барады, суды біліп алған, анан ашап суды ағызып тұрады. Жүргісі кеп жүр. Уже 11 ай, 12 ай боламыз, ертең біріне Құдай қаласа бірге толамыз. Барлығын қопарып, шкафтың барын ашып, мына суды зорға көтердім. Негізі бұлайда екем қалай көтеретін білмей құшақтап алдым. Қатты ауыр емес екен, сөйтсем. Кішкене ыңғайсыз да ұстауға, ауыр емес. Сөйтіп, мына клем емес, мынау как палас сияқты ма, жұқа, мынандай паластың бетіне төсейтін сияқты ма, неге пылесос ұстауға қиын екен, жиырылып қала береді. Соны алып тастаймын бұны. Балконға қағуға қойдым. Мінекей, мына жерде мынау кашпо ілем дегенмін ғой. Мінекей босаттым барлығын. Таза болып қалды. Мінекей формамды киіп алып, қазір эмульсиялауға кірсемін. Бұрын эмульсиялап көрген жоқпын, шынымды айтсам. Бұрын әктегенмін, қыз кезінде үйді, өзіміздің үйді, кәдімгі мынандай щеткамен әктейтінбіз сол кезде. Қазір вайлик деген рахат екен ғой. Үйтіп эмульсиялап шықтым. Әк сияқты бір қалыпты бір немен эмульсиялауға тырыстым енді. Эмульсияны осындай неге құйып алады екен. Мына ұзын валик, перчаткамды киіп алайын. Ол перчаткам киген қайтейін, жыртылып қалды. Бір стенаны істеп болғаннан кейін білмеймін қалай жыртылып қалған. Жұқа. Кішкене су құйдым. Су
көп құйған сайын, сұйық болған сайын жақсы жағылып, оңай, жұмысың оңай болады екен. Потому что уже терезеге қарай барған кезде уже аяқ жағында кішкене қоюланып кетті да, жағылу қиын болды. Зарядкамды алып тастадым мына жерге. Пакет төсеген қайтен, жартысы далада, жартысы неде. Ақыр аяғында пакетке де не қалған жоқпын, төсеген жоқпын қалғанына. Кішкенде жерге ғана төселді болды. Құйып алдым да жұмысты бастадым. Бірінші стенадан бастаппын, негізі потолоктан бастау керек. Сосын қазір түсінем да, сонымен потолокқа көшіп кетем аяқ жағында. Үстіп бір қалыпты, бір жолмен жағы тимей қалған жерлерін кисточкамен істеу керек екен. Менде кисточкам үлкен болды, бірақ бәрібір де істеп шықтым жаймен. Вайлеппен жұмысың тез бітеді екен, кисточкаға, щеткаға қарағанда. Осылай тез. Былайша бір сағатта эмульсиялап шықтым бір бөлмені. Енді бірінші рет істеп атқан соң ба, кішкене қалай не екенін білмей, бірақ әктеуге ұқсайды екен ғой. Таза болып қалды, иісі де басқаша болып. Міне потолокты істеп жатырмын. Одан кейін потолоктан кейін стенаны осы жерде көріп тұрсыздар ма, сызық болып тұр ғой. Негізі шпаклевкамен бірітіп дұрыстау керек еді. Шпаклевка ондай жоқ екен менде үйде. Кішкене жаңағы эмульсиядан густой қоюларын бітіп жағып қойдым. Қап-қара көрініп тұрмас үшін. Жолдасым сол жақта отырады, біздің орындықтар темір ғой, соның басы үйкеліп стенаны неқып кеткен ғой, үйкеліп қажап түсіп қалған ғой сол жері. Енді кішкене майда жерлерін щеткамен неғып жерем. Пол жуып, орнына қою керек. Ура! Болдым. Енді жинастыру ғана қалды. Үстімді бүлдірдім. Мына пакеттің ішінде ақты ма бірдеңе, не эмульсия. Шортымды бүлдірдім. Қайтейін оның үстіне форма келген. Шортымды ауыстырып келдім. Ертең басқа бөлмелерді эмульсиялауға керек болады. Қойып қояйын. Тазартып жуып қояйын. Жақсы, эмульсия тез кетеді. Жусаң тап-таза болып тұрады. Свежий кезінде, қатып қалмаған кезінде жуу керек, бірақ мусор. Так, пол жууға бастадым, пол жууды. Кішкене порошок салып жерін, жуатын суыма. Май не болса, соны алып шықсын дедім. Кухня қойын, асхана қойын бәрібір. Не болса да. Бос болса, ештеңе болмаса рахат жуған. Үстіп, 2 қайтара жуғым келді, бірақ 1 қайтара жуғанда, өзі тап-таза болып кетті барлығы. Мен ойлағам, эмульсия деген кетпейді қазір барлығы жерді. Қатып қалады деп. Так, үстіп жуып болдым. Сосын есікті сүртем. Қазір терезе есікті сүртем.
сосын кілем жайып болды, кіргізем барлығын заттарды. Ондай қатты көп зат шыққан жоқ, байынша су, орындықтар, есікті тазартып жатқан кезде қызым оянып қалды, оны еміздім, үйттім. Сонымен 2 сағатта болатын нәрсені неше сағат, 5 сағатта істедім. Еще ет сап қойдым. Бір немен себеппен терезеде тазарып қалды. Біздің терезеге қолым жетпейді ар жағына. Мынандай немен өзімен істейін айғыз болып жатыр. Сонымен по-казахпайски орап қойдым. Мына жерде қорқып тұрмын кәдімгідей. Неден қорқам? Высотадан. Қарасаңыздаршы. Мәссаған. Біз жақ қалай? 5-ші этаж ғой енді. Сонымен кішкене ғана қалыпты, жаңағы стекло тазартатын. Сонымен өйтіп тазартып шықтым. Көзі ашылып қалды. Анаған тряпканы орадым ба, өйтіп сүртіп шықтым ғой әйтеуір. Так, міне кілем. Күйеуім көмектесті. Кілемді төсеуге қазанға салып қойдым. Тамам, уж қайнап жатыр. Тапчикамды жуу керек екен. Кілемді төсеп, жақсы екен. Мынау бұрынғы біздің кілемдер ғой. Мен кішкентай кезімізде үйде осындай кілем болатын. Аяққа приятно. Андай беті де жақсы, пылесосталады. Дастарханымды төседім. Сонымен тамағыма кірістім. Балам орындықтарды орнына қойды. Көмекші ғой. Үлкен жігіт болып қалды бұл да. Қазір картошкасын, сәбізін барлығын салып қоям. Сағат деген уже 6:30 болып тұр. Сағат 7:30-ға таман тамақ жейміз уже. Картошкаларын салам қазір. Картошка жақсы көреміз, бешбармақтың картошкасын. Бәріміз, үйдегілер бәрі жейді. Көбірек салам. Сәбізді ешкім жемейді менен басқа. Кішкене ғана дәмі шықсын деп сәбіз салам. Мен жеймін, бірақ екеу бәрі қарындары ашып кетті уже. Мен үйін қандырып дұрыстап еледім енді. Еленгенше. Мына күйеуім уже бәрін кіргізіп қойды, суды да. Маған қалай көтергенсің дейді ғой. Ондай қатты ауыр емес енді су көлеріміз. Жайдым, жұмсақ қылып сорпаға еледім. Тәтті болады ғой сорпаға елесең. Сөйтіп жайып жұмсақ болды. Болды, тамақ пісті, уже қарындары ашып кетті барлығын. Қызымның да қарны ашты. Шыдамсыз қарны ашса. Мінекей, бізге ет көп екен. Ашымен, қатықпен. Аузыма салып үлгеріп жатырмын ғой. Сіздерде солай ма? Мен де қарным ашып кеткен. Ал, ас болсын. Сонымен мен кухням болды. Сағат 2 болды. Мен отырмын. Бір кружка шай ішіп. Бүгін дүкен бірінші шайым. Болдым, бәрін орнына қойдым кухнямда. Сөйттім да ұйықтап қаптым, қызымды балам сабағын оқыттым. Сосын қызымды ұйықтатып жатып, өзімде 1 сағат ұйықтап алдым. Талып қалғым ұйықтап.
Сөйтіп тұрдым да екі ұлымды шомылдырып, тырнақтарын бәрін тазартып, бәрін дұрыстап ұйықтатып қойдым. Жатып ұйықтады. Кір жайдым. Тренировка. Марафонға қатысып жүрмін. Нурбафит деген, білмеймін, инстаграмда естулеріңіз бар ма, жоқ па? Соның тренировкасын жасадым. Негізі екі несі бар. Біреуі рельеф, біреуі гибкость деген. Біреуі бұлшық ет шығаруға, кішкене азуға, жиналуға. Ал екіншісі шпагатқа, мостикке отыруға. Сонымен біреуін істеген жоқпын. Шаршап тұрмын ба, біртүрлі тұрмын. Бүгін целый день на мороженое жегім келіп еді. Анау жылы осы мороженое 50 теңге тұратын. Жаз. Қазір 90 теңге ма, 100 теңге ма? Жыл сайын. Күшті. Үйде кухняны дұрыстап боламын, сосын барып жейм деп. Кухням свежий болып қалды. Күшті болып тұр. Енді полкілердің бәрін дұрыстау керек. Не жатқаны, не қайда екенін білу қиын. Инстаграмда организатор пространства деген бар екен. Сол бесплатно барлығын бір нені, бөлмені өзі айтасың өзің. Сол бір бөлмені істеп береді бесплатно. Қай жерде не тұру керек, қалай тұру керек деген сияқты. Сонымен істеп берген ғой. Енді барлығын орын-орнына қойып контейнерлер алу керек. Жалюзи әлі алған жоқпыз. Жалюзи, сосын люстра. Сонымен уютно болып қалады ғой. Былайша свежий. Иісі де күшті болып тұр. Ладно, мен мороженемді жейм, шайымды ішем, шайды да ішем, мороженемді жейм. Сөйтіп ұйықтаймын. Құдай қаласа, келесі видеода кухнямды дұрыстап бірге организация жасаймыз. Құдай қаласа. Ал келесі видеода кездескенше. Біреу сұрақ қойып еді еще. Үйді немен жуасыз деп. Үйді айына бір рет жаман энергия, тіл көз деген сияқты сондайға кәдімгі жуатын суыма тұз салам. Сөйтіп бір рет жуып шығам. Ал былайша күнделікті доместос құюыма болады. Сосын барып мистер Проппер алатым түгімін. Қазір не алмайым. Кішкене шампунь құйып жіберем, иіс шығу үшін. Бірақ көбінесе сол доместоспен или же хлоркамен жуамын. Иісі ұнайды хлорканың иісі. Күшті, прям свежесть сияқты тұрады маған. Сол совет тұзды сумен кәдімгідей өзіңіз сезініп тұрсаңыз, бір үйде ұйқыңыз келе берсе, өзіңіз ауыр сезінсеңіз, тұзды сумен әдемілеп барлығын жуып шығыңыз. Сосын өзіңізде тұзды суға ваннаға немесе кәдімгідей бір кесеге жылы су тұзды араластырып басыңыздан қойып жүріңіз да шайып и прям тіл көз, жаман энергия, сөз, соның барлығын шайып шығады. Қайырлы түн, жақсы жатып,
жайлы тұрыңыздар. Келесі кездескенше.